25 ақпан күні маған операция жасалды. 1 сағатқа жоспарланған операция 3 сағатқа созылды. 26 күні Алматыдан Астанаға ұштым. Астанада 3 күн болып, шәкірттермен кездесіп, сабақтар өткізіп, 1 наурыз күні Ақтөбеме келіп жеттім. Содан бері әлі бір тынбастан, шаршамастан, шалдықпастан мен өзімнің жоспарлы жұмыстарымның барлығын өткізіп жатырмын. Онлайн сабақтар, терапиялар, офлайн кездесулер, шәкірттермен контент түсіру деген секілді жоспарланған жұмыстардың барлығын өткіздім. Негізі 13 ақпан күні Ақтөбеден шығып, Қазақстан қалалары бойынша тур жасап, содан жарты ай жолда жүріп, 1 наурыз күні келген болатынмын. Бүгін ғана маған Оралдан келген шәкіртім, операциядан кейін біздер жату керек деп ойлаймыз ғой, ал сіз дым-дамыл көрместен, шаршамай, ауырмай, талмай, тоқтамай жұмыс жасап жатырсыз. Осының құпиясы неде деп сұрады. Бұның құпиясы жай ғана космоэнергетикада. Егер сізде өзіңіздің қалаған жұмыстарыңызды шаршамай, шалдықпай, ешқандай энергияны жоғалтпай, қалыпты жағдайда жүзеге асырғыңыз келсе, онда космоэнергетика ілімін меңгеруіңіз керек. Курсқа қатысқыңыз келсе, төменге кез келген комментарий жаз, немесе профильдегі сілтемеге өт.